Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Қазақ жастары неге ұлттық құндылығымыздан алыстап бара жатыр деген тақырыпта бабалар ізімен деп аталатын сериямыздың жалғасы екінші бөліміне қош келдіңіздер. Бізде бүгін қонақта Қарағанды облысы Теміртау қаласында орналасқан конфессияаралық мәселелерді зерттеу және талдау бөлімінің басшысы Нұрхан Әлиұлы. Бөліп алды басқар деген сөз бар ғой. Бұл сөз арабта да бар да. Қассим уа хаким. Қассим бөл. Хаким үстінен үкім жүргіз дейді. Негізі ру тайпа болып бөлінсе бәрібір бірге деген мен байқағанымда, енді байқаймыз ғой. Сен шымкентскийсің, сен южныйсың, сен оңтүстіктен, біз алматылықпыз, сен солтүстік. Бәрі қазақ қой. Бәрібір қазақтың баласы ғой. Дінге бөлінген өте қиын екен. Біз жақта бір кісінің бір ұлы Хизбут Тахрир болды. Бір ұлы уахабист болды. Сол кезде біз уахабист деп айтатын. Кейін сәләфи, такфир деп бөлініп кетті. Бір ұлы Иегова куәгерлеріне. Қайнаса сотқа соғысылмайды. Иә, сонымен қайтыс болған әкесін жерлеу керек болды. Біреуі, енді анау Хизбут Тахрирдің ақидасын бір өздерінше бір айтады ғой, анау сәләфилікке қатысымыз жоқ деп. 3 түрлі рәсіммен жерлеу керек болды. 3 түрлі. 3 баласы 3 жаққа тартады. 3 баласы 3 жаққа. Екеуі мұсылман, бірақ екіге тартып жатыр. Үшіншісі айтады, жаңағы өздері, олар поп демейді, жаңағы бір діни рәсімді өткізетін адамы бар ғой сол. Ол өткізген күннің өзінде де ол мұсылман зиратына қойын деп тұрған жоқ. Бұл өте қиын екен. Анау жаназа болған жоқ. Бір көңіл айтып барған адамдардың барлығы беттерін шымшып қайтты дейміз ғой біз. Тур сондай болды. Әйелдер, ер кісілер боқтап қайтты. Көңіл айтып қайтқан жоқ та. Ең қиын дүние осы екен да. Бізге осы бір саясатты сыртқы күштер деп көп айтып жатады ғой. Сыртқы күштер әдейі жасады ма деймін. Бөлді. Анау сәләфи, мынау уахаби, мынау мадхали, мынау такфири, мынау Хизбут Тахрир. Бұл тек қана мұсылман жамағаттарын айтып отыр. Таблиғи жамағат, енді бар Иегова куәгері болды, Кришнаит болды, протестанттық бір ағымы болды, әйтеуір. Бұлардың барлығын басын біріктіру өте қиын екен да. Мен қарапайым мысал айтуға тырысамын да, бір ұзаққа кеткен шығармын. Корея, оңтүстік, солтүстік. Біреуі жаңағы капиталист, біреуі социалист деп айтып жатады ғой. Христиан дінінде, екіншісі христиан дінінде емес, буддизмді көбірек ұстанады. Қосылу қиын екен де олар. Өте қиын екен. Себебі екі дінде болғаннан кейін. Суданда біреу христиан, біреу мұсылман. Бірігіп кету қиын екен де бұлардың. Дінге бөліну өте қиын екен де. Осыны арнайы жасады деп ойлаймын да. Осыны алып келді дағы салт, дәстүр, ұлттық кодымыз, ұлттық құндылығымыз барлығын ұмыттыру осы арқылы жүзеге асырды ма деп ойлаймын да негізі. Қытайда бір сөз бар. Я Құдай мені ауыспалы кезеңде туғызба деген. Біз енді Құдай жоқ деген қоғамнан Құдай бар деген қоғамға ойламаған жерден ауысып кеткен. Ойламаған жерден тәуелсіз мемлекет болып кеткен. Ойламаған жерден мешіттердің саны көбейген Құдайға. Содан не істейсің, сол мешіттерге енді маман жоқ, оқыту керек болды. Сол кезде халықтың түсінігінде дін арапта деген, біз енді 70 жыл ұмыттық қой, сондықтан дін арапта деп ойлады да, бір маманды Саудияға жіберді, біреуін Иорданияға жіберді, біреуін Африкаға жіберді, Иранда да оқып біреуін Иранға жіберді, біреуін Пәкістанға, біреуін Ауғанстанға жіберді де, сол жерде 7 жыл, 8 жыл, 10 жыл, 13 жыл тәлім алып келді. Енді ол 5 жыл, 10 жыл ол жерде жай ғана білім алып жүрген жоқ, сол жердің дәстүрін, салтында ала келді. Содан мынау шетел көріп келген, мынау араб елінде оқып келген деп бір ұстаздан бәтуа сұрасаң, соның берген бәтуасын екінші мемлекеттен келген ұстаз жоққа шығарып жатады, немесе өзгертіп жатады. Соның кесірінен де, соның салдарынан да көп қазақ елінде мынау діни ағымдардың пайда болуы басталды, өкінішке орай. Бірақ енді қазір мемлекет есін жиды. Қазір бұрынғыдай қалай болса солай мемлекеттің бәрінен қолына диплом алып келген мамандардың бәрін ұстаз, имам болып жатқан жоқ. Енді санаулы мемлекеттер, оның ішінде Түркия, Египеттегі Әл-Асқар медресесі Ханафи мазхабымен білім беретін. Сосын Иорданияда медреселерден келген тәлімгерлерді, ұстаздарды имам болып ұстаз қойып жатыр, бірақ тек қана. Бұл да әлі дұрыс емес. Неге? Менің ойымша, Қазақстанда өзі бір ислам орталығын құру керек. Құдайға шүкір бар ғой. Жоқ, бар, Египет ислам мәдениеті университеті. Бір орталықтан мықты ислам орталығын құру керек та, тек сол жерден шыққан шәкірттерді ғана имам қылып қою керек. Сонда ғана бір ұстаздан білім алған, бір кітапты оқыған,
бір орталықтан шыққан имамдардың айтатын пікірі де, беретін пәтуасы да, ұстайтын жолы да бір болады. Мысалы бұрын кезінде неге болған жоқ, өйткені бабаларымыздың енді 99.9% дейші Бұхарадағы не Мир Арабтан, не Көкілташтан білім алып келеді. Сондықтан ақидасы бір. Бұхарада оқып келді деп айтады. Бұхарада. Мысалы айтатын болсақ, Мәшһүр көпейіп, Бұхар жау, Тұрмағанбет Ислеуов, қаншама ғұламаларымыз Бұхарада оқып келді. Енді қазақтың халқы сондай ілімді адамдардан білім алған, бірақ шариғатты жақсы біледі. Енді арасынан Ақмырза Ишан барды да Стамбулдан білім алып келді да, келгеннен кейін өзінің үйреніп келген білімін үйреткісі келді. Қай жылдары бұл? Бұл 20 ғасырдың басындағы оқиға. Басындағы оқиға ма? Сол не орталықта болған ба? Бұл сырдың бойында болды. Бұл сырдың бойында болған. Содан Ақмырза Ишан жас қой. Содан келді да сырдың бойына дінді насихаттады. Бірақ енді бұны біледі ғой, сырдың бойы. Бұрыннан естіп келе жатыр ғой. Ишандардың елі. Содан көп уағызын тыңдауға бара қоймаған кезде жас бала енді ашумен айтып қойған шығар сырдың халқы кәпір екендігін. Бір күн Тұрмағанбет шайырдың құлағына тиіп, енді әдепсіздеу болса да айтайын енді Тұрмағанбеттің сөзін. Хат жазып беріп жүрген екен Ақмырза Ишанға. Сырды кәпір демесін, бұрын кәпір десе де енді кәпір демесін, осы айтқанды ұқпаса пәленшем жемесін деп. Енді бұл өте тұрпайы болса да. Бұл сол кездің өзінде бұл екі елден білім алып келген адамдардың пікірінің сәйкес келмей қалғандығы. Бірақ енді Ақмырза Ишан да үлкен ғұлама ғой. Кейін қаншама шәкірт тәрбиеледі, қаншама адамды дұрыс жолға салды. Кейін мынау қызылдармен дін үшін соғысты, содай шахид болды. Бірақ енді қазір енді бұл екі мемлекет, екі медресенің ортасында болып жатқанда мен мысалға айтып жатырмын, қазір енді 10 медресе, 10 мемлекет немесе одан да көп келді да, содан мысалы Дарынның шәкірттері басқа жолда, Ризабектің, Қабылбектің шәкірттері мысалы, бұлар енді Әласқардан білім алып келген, сол жолда мысалы Африкадан білім алып келген Айбектің шәкірттері мысалы Айбекті тыңдайды. Сондай болып кетті ғой енді. Қақтығыс болып қалуы мүмкін деп уайымдайсыз ба сонда? Енді қазір шүкір мемлекет реттеп жатыр ғой. Сондықтан ертең тек бір орталықтан шыққан ұстаздарды толық қамтамасыз етіп алсақ, мен енді ойлаймын сол үмітім бар. Барлығы реттелетін шығар. Тек ауыспалы қоғамнан тәй-тәй басып аяққа тұрған мемлекетпіз. Енді өзіміздің күшімізге келіп барлығын реттеп, тек өзіміздің орталықтан шыққан, бір жолмен жүретін, бір ақиданы ұстанатын, бір уағыз айтатын, бір бәтуа беретін, бір кітаптан ілім алған, бір көзқарастағы адамдарды қалыптастырып алсақ, енді келесі буынды тәрбиелеуге болатын сияқты. Менде мынадай да бір ой, енді бірақ өз ойымда бар дүние еді ғой. Нұр Мүбарак Ислам мәдениет университетінде оқыған исламтанушы, дінтанушы, мынау Қазақ ұлттық университетінде оқыған исламтанушы, дінтанушы, Гумилев атындағы университетті бітірген, болмаса АГУ-ды және Қожа Ахмет Яссауи бабамыздың атындағы университетті бітірген дінтанушы теологтардың өздерінің пікірлері сәйкес емес сияқты көрінеді. Сол ғой енді әртүрлі кітаптан. Біреу философиялық көзқарасқа жақын, бір теологтар бар, намаз оқымайды. Оқымайды намаз. Университеттен шыққандар көбісі. Иә, университеттен шыққан. Енді осы бір 5-6 университеттің атын айттым ғой, соның 1-2-іне шыққандар намаз оқымайды, ораза ұстамайды. Өйткені ол кісілер енді тек ислам дінін оқып жатқан жоқ қой, жалпы дін танушы діннің не екенін оқып жатыр. Сондықтан олар мысалы Аврелий Августинді оқуы мүмкін, Фома Аквинскийді, Томас Морды, мысалы жалпы христианның не екенін, Сиддхарта Гаутаманың буддизмнің не екенін білу үшін оның өмірлерін оқиды, исламды жалпылай оқиды. Сондықтан исламның парызына олар қатты ішіне кіріп, ақида мен фиққа түсіп, мысалы 40 парызды зерттеп жүрген жоқ, жалпы діннің не екенін білетін мамандар. Дін танушы ол жалпы дін таниды. Молда сияқты көрінеді енді. Енді ол мемлекеттің бағдарламасымен оқып жатқан дінтанушылар жалпы әлемдегі діндер туралы ақпарат алып шығатын маман. Сондықтан көпшілігі рас намаз оқымайды. Енді неге намаз оқымайсың деп айыптау емес бұл біреуді. Сен намаз оқу керексің деп оны айтайын деп жатқан жоқпын. Ол иманы өзіне, оразасы өзіне, намазы өзіне, түр қияметте өзі жауап беріп жатады ғой. Бірақ бір дін туралы әңгіме айтқаннан кейін сол білмеймін, бір діні болған дұрыс па деп ойладым да мен. Діні жанында болсын, мамандығы қолында болсын деймін да мен негізі. Дінтану мамандығын алып шыққан атеистер де көп, Құдайға сенбейтін. Ондайлар да кездеседі кейде. Өйткені ұстазым мен Құдайға сенбеймін, Құдай бар болса дәлелдеңдер деп 4 жыл білім берген ұстаздардың алдынан шыққан шәкірттер де бар, қолында диплом бар, дінтанушы деген, бірақ Құдай жоқ деп жүрген. Енді 5 саусақ бірдей емес, сондықтан бұл мамандардың да барлығы дінді жақсы таниды деп айта алмаймын. Мысалы, теологтарымыздың бәрі Құдайды жақсы таниды деп, исламтанушылардың бәрі ислам жақсы таниды деп айта алмаймын. Өйткені мектепте де бір сыныпта 20 бала, бір мұғалімнен, бір мектептен білім алып шығады да, соның
бесеуі бестік, төртеуі төрттік, қалғандар үштік болып шығуы мүмкін ғой, деңгейі әртүрлі. Сол сияқты мынау теолог, дінтану жаңағы мамандықтарын қозғаған себебім біздің халқымыздың құндылығына пайдасы емес кейде бір зиян тиіп жатыр ма деген ой қалыптасады. Содан кейін айттым мен бұны. Осыдан кейін айттым да мен бұны. Әйтпесе оны қаралау емес. Әйтпесе бұлардың еңбектері бар, құдайға шүкір. Қаншама сәләфи мақтаған азаматтармен жұмыс істеп жатыр, қайтарып жатыр. Бар еңбектер, жоқ деп айта алмаймыз. Сол себепті оны қозғадым да, негізгі құндылығымыздан айырылмайықшы деп жатырмын да мен. Дініміз жанымызда болсын. Қалауымыз сол. Енді әр құс өзінің биігінде ұшады. Тек мен дін саласында жұмыс істеп жатқан маман ретінде болғаннан кейін мен де сол кішкене осы тақырыпқа кіріп жатқан, әйтпесе діни білімім жоқ адаммын, мен де оны мойындауым керек. Мен жаңа айттым ғой, атаның шапанына оралып, солардың тәрбиесін көрген, қазақи ортадан, қазақи ауылдан, қазақтың ақсақалынан тәрбие көріп өскендіктен сол ұлттық құндылық осы тақырыптағы әңгімелерге ойысып, сол діннің ішіне тереңдей алмай жатқаным сол. Біз енді Абай жолын оқыдық. Сонда Абай жолында Абайда жастықпен кейде әкесіне келіспейтін көзқарастарын айтып қалады ғой, қайта-қайта. Сонда әкесі айтады ғой, сен осымен бірнеше рет байқадым, үнемі қарсы шығасың дегенде, заман туралы ғой. Біздің заман жақсы еді, біздің заман жақсы еді деген дастархан басында. Сонда Абай ақталады ғой. Енді сізде де ұласпасаңыз болады ғой, біздің заман бәрібір жақсы ғой, өйткені жастардың көзі ашық. Бұрынғыдай емес, қазір оқып жатыр, Европаны танып жатыр, орысты танып жатыр дегенде әкесін айтатын бар ғой, Құнанбай қажының. Біз пайғамбарға бәрібір бір табан жақынбыз. Ал мұсылмандардың дәуірінде 3 ғасыр. Біз сол дәуірге саған қарағанда бір табан жақынбыз деп. Сондықтан кейде ата әжелерімізді дәл қазіргідей араб елдеріне барып, медресе бітіріп келмесе де, бәрібір діни жолын бізден артық ұстанбаса кем ұстанған жоқ. Мен мысал айтайын. Әжем тамақ жеп болғаннан кейін саусағымен табақты жалайтын. Сосын біз ренжиміз ғой, әже не болды, тоймай қалдыңыз ба? Неге бүйтіп жатсыз? Жуатын келіндеріңіз бар ғой. Жаламай қойсаңыз, тазаламай қойсаңыз саусақпен. Қазір келіндерің жуады ғой дегенде, "Ей, береке астында ғой" деп, табақтың түбінде ғой дейтін. Біз енді мән беріп қарамайтынбыз. Иә. Кейін Имам Ғазалидің еңбегін оқып отырсақ, осы туралы хадистер бар. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның саусағымен табақтың түбін жалағандар. Сонда біз енді бұл хадисті оқыдық та, осындай хадис бар екен ғой деп қоямыз болды. Ал әжелеріміз өмір бойы амал қылды ғой соған. Тек ортада бір сондай кезең болып, бұның хадис екенін айтуға сескенді, ұрпағыма кесір тиіп кетпесін деп. Сондықтан бұның кейде хадис екенін, бұның сүннет екенін айтпады, бірақ соған амал қылып жасады. Біз енді сол көргеніміз істейміз де, енді біліп жатырмыз оның хадис сүннеттен алынған екен. Бірақ бәрібір біз не десек те, сол ата әжелеріміз нағыз таза исламды ұстанған кісілер. Енді біз енді сол жолдан адаспай, сол жолдан басқа жолға түсіп кетпей, сол бабалардың жолымен жүргеніміз дұрыс шығар деп өзім ойлаймын. Мен білетін әже атамның жолын кескен жоқ. Ортаға табақты алып келген уақытта атам қолын салмайынша ешкімге салдырған жоқ. Мен білетін әже үйдегі үлкен атамыз ас қайырмайынша орнынан ешкім тұрған жоқ. Енді мынау жұмысқа келе жатқанда байқаймын, өткенде бір ақсақалды көрдім. Сақалы әдемі келген, ақ түскен, столда бүйтіп демалып отыр екен. Қазақтың ақсақалы деп өтіп бардым, жанында ит отыр. Анау бүйтіп қызық қарағанын су сепкенде өшіп қалды жаңа. Енді оның орнында немересі отыру керек еді ғой. Сіздің немересі отыру керек еді ғой деп жатқаным ғой. Сол алдын мән бермеген екенмін. Кейін бүйтіп жан-жағыма қарасам, азында ерте шығамыз ғой жұмысқа. Үлкен кісілер күшік ертіп жүрді негізі. Күшік. Ол күшік анау бір үйдің күшігі деп атайды екен ғой, тағы да кішкентай. Ол ешкімге үрмейді. Менде мынандай да ой келген ғой, жақындап қалса бір тебем деп. Жоқ, оны тебу ойымда жоқ. Нем бар, біреудің иті ғой. Қазақ біз итің жаман десе ренжитін халықпыз ғой. Оның ойымда жоқ. Бірақ неге ит асырайды деген түсінік енді қайдан шықты бұл? Біздегі құндылық, мен атамнан көрген дүние немересіне ертегі айтып берді ғой. Ассалаумағалейкум деп үлкенге амандасу, үйге келген қонаққа қолына құмамен су құю, оны 3 бөліп құю, шарылдатып құю емес. Осыны үйретудің орнына күшігін ұстап жүрген ата қайдан пайда болды? Үлкен ол.
70-тің ояқ бұяғында. Шамам жеткен жеріне дейін Енді біздің ойымыз ғой. ойыммен айтып көрейін. Мен тағы нәрсе дейін, өткенде бір кісі маған ренжіді, ақсақал. Үлкен отыр. Ақсақал отыр. Неге аузың дегенде, мен өз сөзімен айтқанда, аузымды жапшы дегенге келтірді да маған. Сосын ойланып қарадым да, ақсақал, аузыңыз дуалға ұқсамайды ғой. Бір баталы сөз естіген жоқпын ғой. Кешегі көрген футболмен алдыңғы күнгі ойнаған картаның жастарға не керегі бар? Бір дуалы сөз, дуалы ауыздан дуалы сөзді қалаймын мен. Сіз айтпағаннан кейін мен айтып отырмын дедім. Енді шамамның келгенше айтайын дегенім ғой мен. Шамаңыз келгенше емес, оны сіз айту керексіз болып тұрсыз да бұл жерде. Айту керекпіз біз бұны. Сіздің жаңағы ақсақалды мысалға келтіргеннен кейін ойыма туып отырғаны ғой. Мен атам мен әжемнің баласы болдым деп қайта айтып отырмын ғой. Сонда кешкісін жатарда әжем Фатиха мен Ихласты оқиды, маған оқытады. Сосын қолын жайып дұға жасайды. Я Алла, әуел мен ақырыңды бер деп бетін сипайды жатады. Мен баламын түсінбеймін. Әуел мен ақырыңды бер дейді, бұны түсінбеймін. Содан осы биыл жасымыз енді 37-ге келді. Бір қарттар үйіне барайын деп, бір жақсы ниетпен жігіттердің, қыздардың басын қосып, азық-түлік алып, қарттар үйіндегі қарттардың бір көңілін көтерейін деп Теміртауға бардық. Сөйтсек 31 қарт бар екен. Енді барғаннан кейін сұрастырдық, бұлар кімдер, бала шағасы бар ма, әлде тастап кеткен ба? Сөйтсек кейбірінің бала шағасы бар, кейбірінің бала шағасы жоқ. Содан сұрастыра келе арасында кейбіреулерінің бір қаланың кезінде бас есепшісі, яғни бухгалтері болған екен. Кейбіреуі бір қаланың, бір ауданның бас экономисті болған екен. Сол кезде барып менің әжемнің баяғы дұғасы есіме түсіп, сол кезде барып түсіндім. Сонда әжем, я Құдай, әуел мен ақырыңды бер дегенде, әуеліңді ұл қыз беріп қуанттың, ақырыңды да осылардың алдында қыл, ақырымды да әдемі қыл деп тілейді екен де. Сонда ал енді ана кісілер жаңа айтып отқаныңыз Құдайдан әуелін сұрады. Жақсы үй, баспана, лауазым, қызмет, ақыры қарттар үйінде өтіп жатыр. Жаңа сіз айтып отқан ақсақалыңызды ақсақал деп айтуға болмайтын шығар енді. Егде кісі, ол да сондай болып ақсақал қарттың бірі болуы мүмкін. Құдайдан әуелін сұрап ақырын сұрамай, ақырында күшікпен қалған ғой, немеремен емес. Бірақ енді бір қуантарлығы, жаңағы 31 қарттың ішінде бір қазақтың болмағанына мен бір жақсы қуандым, қатты қуандым. Енді әрі қарай да кісі қазақ еді. Әрі қарай да солай болмаса екен деп тілеймін. Енді Құдай сұрау пендеден, беру Алладан. Әуел мен ақырын сұрайтын ақсақал болса, күшігіміз немере бағып отыратын еді ғой. Сондықтан пайғамбардың дұғасы ғой, және Құранда келеді. Раббана атина фид дуния хасана. Құдайым, мына дүниеде жақсылық берші. Уа фил ахирати хасана, және ақыретте. Яғни бұл әуелінде, ақырында жақсылық берші деген сөз өз сүннеттегі, Құрандағы бар дүние ғой. Әп-әдемі қылып әжеңіз әуел мен ақырыңды берші деп. Соны осы бірнеше баланың енді әкесі болып, жасымыз 40-қа жақындап қалғанда барып мағынасын түсініп отырмыз ғой. Жаңағы басқаларды көргеннен кейін сонда әжелеріміздің сұрап жүрген дұғасы. Әдемі қартаю, әдемі қарттық, өмірден әдемі кетуді, осы өмірінің ақырында жақсы болуын сұрап жүрген ғой. Бала шағаңның қызығын көр деген, яғни бала шаға қызмет қылсын деген сөз ғой. Одан басқа түсініп тұрған жоқпын мен. Бала шағаңыз өзіңізге қызмет қылсын. Солардың қызығын көреміз деп бағып жатырмыз, дұрыс па? Егер олардың қызығын көрмесек, демек қате бізден деп ойлаймын негізі. Өзімізден қате. Бағанағы әңгімеге тағы да келеміз ғой сол. Біз қалай жүреміз, ұрпағымыз солай жүреді. Біз адассақ, адасады, біз дұрыс болсақ, дұрыс болады. Сол үшін өзімізді дұрыстауымыз керек. Абайдың тағы да бір сөзі бар. Қолымда закон болса, мінез өзгермейді деген адамның тілін кесер едім деп. Яғни кез келген жаста да өзгеруге болады. Сондықтан әлде кеш емес, қай-қайсымыз болсақ та өзімізді дұрыстасақ, ұрпақ түзеледі. Өзіміз дұрыстасақ, мемлекет түзеледі. Өзімізді дұрыстасақ, қоғам түзеледі. Пейілімізге байланысты патша береді. Сондықтан әркім өзінен бастау керек, өзін дұрыстау керек, өзін тәрбиелеу керек. Әрбір сөзде мағына бар дедік, иә? Жаңа омыртқа болсын, кәржілік болсын, қарындас деген сөзге тоқталайықшы деп едім. Қарындас деген кім? Қарындасқа қорған болу керек дейміз. Мынау Қаратаудың басынан көш келеді, көшкен сайын бір тайлақ бос келеді. Қарындастан айырылған жаман екен, екі көзден мөлтілдеп жас келеді дейміз ғой.
осы жерде қарындас деген сөзді қазіргі жастар түсінбейтін сияқты. Түсінсе де енді жастардың тілімен айтқанда сестрам дейді ғой. Орысша қолданып жатады ғой. Осы тақырыпта бір екі қозғаған әңгімемді құлағыңыз шалып қалып сұрап отырсыз ғой деймін. Мен өзі жаңа айттым, тіл білімінің маманы болмасам да, бірақ қазақ болғаннан кейін қазақтың тіліне бір қызығушылығым оянып жүрген азаматтардың біреуімін. Бұл да бір біздің құндылығымыз ғой деп құндылығымыз ғой. Сол сөздің мағынасын білмесек неғып жүрміз деймін мен. Иә. Жалпы жалқы атауларын сөздің мағынасын білуіміз керек, өзіміздің ана тіліміздің. Мысалы, құда жекжат дейміз. Құданың кім екенін білеміз, жекжаттың кім екенін білмейміз. Абысын ажын, көрші қолаң, дос жаран, жора жолдас, қатын қалаш, бала шаға. Жігіт мігіт деп айтамыз ғой. Жоқ, ол жігіт мігіт ол басқа ғой. Басқа ма? Мынау енді мына жерде бір әдемілік үшін емес, абысын басқа адам, ажын басқа адам, көрші басқа адам, қолаң басқа адам, дос басқа адам, жаран басқа адам, жора басқа адам, жолдас басқа адам, қатын басқа адам, қалаш басқа адам. Мысалы, бізде уақыт жетеді. Тоқталайық осыған. Иә, осында тоқталып, мен енді осыны қызығушылығым болғаннан кейін мен осы мүйізі қарағайдай ғалымдар кездесіп қалса, мен осы сұрақтарды қойып әйтеуір бір мағынасын табуға тырысып жүредім. Мысалы, төркін деген не сөз, келін дегеннің мағынасы не деген сияқты. Сол сіздің сөзіңізге келіп тұрғаны, жалпы Махамбеттің өлеңінде де бар, Доспанбет Шалкезерде де бар. Біз қарындасты мынау кеңес өкіметі келгеннен кейін бір тек қыз балаға айтатын атау қылып қойдық. Негізі құрсақтас бір қарыннан шыққан бауырлардың барлығы қарындас еді. Еркегі де? Иә. Бауыр бір қарыннан шыққан, бір құрсақтан шыққан бауыр қарындас. Біз енді тек қыз балаға айтып жүрміз ғой. Жаңа Қаратаудың басынан көш келеді, көшкен сайын бір тайлақ бос келеді. Қарындастан айырылған жаман екен, екі көзден мөлдіреп жас келеді дегенде тек айырылып қалған қыз бала емес, бұл бауыры іздеп тұрған. Сол сияқты, мысалы, бұрын тәте деп еркек адам ғана айтатын. Мысалы, Абай Құнанбай тәте деген. Бауыржан Момышұлы сәлем беруге келгенде Жамбылға тәте деп барған. Енді қазір осы Тараздың өңірінде ғана тәте деп қалды да, басқа жерлерде тек тәте дегенді тетя деген орыстың сөзі келгеннен кейін әйел адамға қолданатын болды. Мысалы, қазір Таразға Қарағандың бір жігіті келсе, менде біраз кісіге тәтем өзім. Тәтелеріңмен моншаға түсіп кел десе, ана кісі таңғалатын шығар, мысалы, еркек адам. Мысалы, Таразда ол қалыпты жағдай әлі. Тәте деп еркекке айтады. Сол сияқты көп сөз кейде мағынасы өзгеріп жатады. Мысалы, Қарағандыда балдызым деп еркек балаға да айта береді, әйелінің інісін балдызым деп айта береді. Мысалы, Қызылорда жағында балдызым деп қыз балаға, қайын інім деп ұл балаға айтады. Сол сияқты кейде сөздердің мағынасын түсінбей жатамыз, немесе мағынасын аша алмай жатамыз. Жаңа өзіңіз айтып жатқандай, осыларға тоқталайық дегеннен кейін бір қызығушылық туып, абысын кім, ажын кім деп іздеп бастадым. Қарындасты білдік. Иә, қарындас. Бауырымыз деген бір құрсақтан туылған. Абысын кім, ажын кім? Мен осы сұрақ қызықтырды да біраз ғалымдардан, біраз ақсақалдардан сұрадым. Енді абысын ғой, түсінікті, ажын кім деп. Бірақ енді әлі күнге дейін біркелкі жауап тапқан жоқпын. Осы салада тіл білімінде үлкен үлесін қосып жүрген бір ғалым ағамнан сұрадым, атын айтпай қояйын. Ол кісі айтты, абысын деген ол туысқандардың әйелдері, ал ажын деген менің бірінші, екінші, үшінші, төртінші әйелдерім болса, олар бір-біріне ажын болады деп. Бұл бір нұсқа. Сосын Қызылордадан бір ақсақалдан естідім. Абысын деген ол осы бауырлардың келіншектері, ал енді бір әкенің, бір туыстың болсын. Ал енді ажын деген кім десем, ажын деген мысалы бір әулеттің балалары екінші әулеттен, бір әулеттен қыз алып қалуы мүмкін. Мысалы, ағалы інілі, ағайынды жігіт бір үйдің апалы сіңілі қызын алуы мүмкін. Енді олар бала кезінде апалы сіңілі болып, әйгүл мен мәйгүл болып ойнап жүріп, енді мына шаңыраққа келіп, енді бір-біріне сәлем салып, бір-бірінің атын айтпай, ондай әрекетке бара алмайды. Сондықтан бұлар абысын емес, ажын деп ол кісі солай түсіндірді. Енді Қарағандыда бір ақсақалдан сұрап едім, ол кісі айтты, туғандардікі абысын болады, туысқандардікі ажын болады деп. Осындай бірнеше нұсқа бар, енді нақты жауабын әлі таппай жүрмін. Сол сияқты кез келген сөз мағынасын айтамыз, бірақ түсінбей жатамыз. Мысалы, төркін деген сөзде. Бұл, яғни төркін тек қыз балаға қолданады ма, ер балаға да қолданады? Қыз балаға қолданады. Өйткені ер балаға қолданылмайды. Ер балаға мен қолданған естігенім жоқ. Мүмкін қолданатын шығар, бірақ мен естігенім жоқ, көргенім жоқ. Сондықтан қыз баланы біз қонақ, төрімнің қадірлі мейманы, қанатты қақтырмай, тұмсықта шоқтырмай, суыққа тоңдырмай, ыстыққа күйдірмей, аманат қылып өзінің еліне тапсыратын қонағым ғой деп төрінде күтеді. Төрімнің күні, үйімнің берекесі деп. Сосын ұзатылғаннан кейін де сол бағып қаққан елін сағынып, қыз баласы, мен төркініме барып қайтайын, төркінімнің төрінде күн болайын. Яғни төркін деген сөз төрдің күні деген сөзден шыққан ғой. Өйткені қыз баланы ешкім босағасына отырғызбайды.
мен барып баққан елімнің төрінде күн боп қайтайын, төркініме барып қайтайын деп содан қалған. Кейде осындай бір қызық сөздер болады, біз енді мағынасын түсінбей айта береміз, бірақ әрқайсысының осы мағынасына үңілетін болсақ, қазақтың тілінің өте бай, өте мағыналы, ешқандай әлемнің тілдерінен кем түспейтін бай тіліміз бар екенін тағы бір мақтанышпен айтуға. Жора жолдас не болды, келін не болды? Енді әрқайсысына тоқтала берсек болады, мүмкін біреу келісер, мүмкін келіспес. Енді біз жора бұл дос болып жүрген жолдас. Жора жолдаспен бітірейік оны. Бір-екі рет қана кездес, мысалы, бір жолда сапарлас болып, әңгімең жарасады. Жолдас, мысалы, дос жаран дейміз, дос енді ол өмірге серттескен досың болса, ал жараның әлі дос емес, бірақ дос болуға жарап қалған адам. Осылай келтіре береміз ғой. Ал енді қатын дегенді де біреулер нетіп жатыр. Кеңес үкіметі қатын дегенді кішкене алып тастады да әйел қылып алды ғой. Негізі қатын дегенде бұл төрт әйелдің ішіндегі дәрежеге ие болғаны ғой. Негізі Оғыз мемлекетінде сарайдың қызметіне араласып, ермен бірге елдің шаруашылығына араласып, билікке араласып, мемлекеттің ісіне араласатын әйелді ғана қатын деген мәртебе берген. Қалғандарында ондай мәртебе жоқ. Сол сияқты мынау қазақтың төрт әйелінде де өзінің атауы бар деп бір жерден оқып едім. Біріншісін бәйбіше дейді, екіншісін тоқал дейді. Сосын біріншісін әкесі текті жерден деп айттырып алып берген бала кезінде, мысалы Абайға Алшынбайдың немересін текті жерден Қазыбектің тұқымынан деп Құнанбай айттырып алып берген сияқты. Оны жас кезінде алды, одан кейін тоқал келді, кейін жасы 40-қа жақындап қалғанда өзінің нақ сүйгенін өзінің еркімен алады, оны нақ сүйер дейді. Қартайған кезде шалға қарасын деп қалың малы арзандау деп кедейдің бір қызын алып береді, оны ақ қолтық дейді мысалы. Бірақ енді осы төрт әйелдің ішінде төртеуі де күйеуінің мал мүлкіне ие болуға ақысы жоқ. Бұл жерде көбіне бәйбіше. Бұл күйеуінің мал мүлкіне ие болып, мұрагерлік билік осының баласына қалады. Сондықтан мысалы қатын мынау, қалаш мынау ғой, қатын қалаш. Сондай сөздер бар енді. Оңтүстікте Түркістан облысы Созақ ауданында Аққолтық деген ауыл бар. Сол жерде Бибінің сайы деген жер бар. Енді оның ауылдың тарихын естіп көру керек. Жалпы деп жатқым, Аққолтық. Бір адамның қолтығына ақ болғаннан емес шығар деп мен сұрағам. Жоқ, енді бұл жаңағы бұл әлі байдың сол бір әйелі болып тұр ғой. Абай жолын оқысақ та сол ғой, Құнанбайға төртінші әйелін жас қыз алып берді ғой. Сол сияқты бәйбіше, тоқал, нақсүйер, аққолтық деп біздің енді бұрын кемсіту емес шығар, енді ажырату үшін атаған шығар. Осындай төрт әйелдің де өзінің атауы болған. Әңгімелерді енді зерттей берсек, ақсақал деп айтып келгенім, әжемізді көрдім дегенім, қазір әжелер пайда болды ғой. Енді қалай десем, енді шалбары жарасса мақұл ғой, енді шалбар киіп алады да. Басына орамалдың жоғына да көндік, енді көніп қалдық па, шляпа киіп алады. Сосын бір әдем бір өзіне жарасатын шығар, бір көйлек киіп алады. Оның артынан қарасаң да, жанынан қарасаң да оның жас емес екенін түсінесің де, білесің де. Ол үлкен кісі екені белгілі, жүрісінен де, қай жағынан қарасақ та. Енді сондай да бір әжелер пайда болды. Қызын доча деп, сына деп. Мынау сізге жараспайды ғой деп айтсаң, ой, бәле қалдың ғой. Ескішіл көзқарастасың деп сынайтын кісілер де болады. Осы бір әңгімеден бір әңгіме шығады. Оны естіп те жүрміз оны. Бір әңгімеден бір әңгіме шығады. Қызылдар келіп, халыққа жөн жосықсыз тиіп, аша тұяқ қалмасын, асыра сілтеу болмасын деп, жалғыз малын алып, халықты аштан қырып жатқан кезде көрші елге бас сауғалап, ұрпағының қамы үшін біраз ел ауды. Соның бірі Шығыс Қазақстандағы Қатон-Қарағайдан көшкен ел. Осы Қатын-Қарағай емес пе осы? Қатон-Қарағай. Қатон-Қарағай. Сол жерде бір оқиғаны айтайын. Содан бір түнде қызылдардан қашып, тып-тыныш ауылын көшіріп алып кетеді. Алтайдың тауынан әрі асады. Қытайдың шекарасына өткеннен кейін, аумағын өткеннен кейін артынан енді ешқандай қуғыншының келмейтінін біліп, үйлерін тігіп, иесін жинап қараса, екі келіні бір баласы жоқ. Бұл енді масқара ғой. Басын сауғалап, келіні мен немересін тастап кетіпті деген әңгіме ертең сүйекке таңба болады. Содан ауылдағы ширақ жігіттердің ішінен Әбдікерім деген жігітті сайлап, сен енді түнделетіп ұрланып елге бар. Екі жеңген қалып кетті, бір бауырын қалып кетті, бір деңе алып келді. Енді жай жігіт емес, Әбдікерімді талайды білетін, жолды пайымдай алатын, ширақтығымен көзге түскен жігіт сөйтіп елге келеді.
сөйтіп амалын тауып алып кетейін десе, бұлардың бәрібір келетінін біліп әскер күзетіп жүр екен. Амалын тауып екі жеңгесі мен інісін алып қашып шығады, бірақ бала жас, қай жерге тығылса да жылаған даусымен бұларға белгі беріп қоя береді. Содан амал жоқ енді. Бір бала үшін төртеуі де құрбан болып кеткенше баланы тастап үшеуміз аман қалайық деп анасын көндіріп баланы қалдырып кетеді. Енді осы жерден бір өтірік жасап, енді баланың өміріне келейін. Кейін қызыл әскер бұл баланы тауып алады. Одан кейін елге келгеннен кейін бір әйел адам бұны жылатып қайтесіңдер, маған беріңдер, бауырыма басайын деп оны асырап алады. Кейін бұл кісі үлкен дәрігер болады, Құдайға шүкір аман қалады. Ал енді мен айтқым келіп отқан Қытайға барғаннан кейінгі оқиға. Жаяу қашқан үшеуі, таудан асқан, аяқ киімі жыртылған, үстінде дұрыс киімде қалмаған, өзі қашқын адам қай бір жетісіп жүреді дейсіз. Содан таудан асып қазақтың ауылын көріп, енді артынан қуғыншы келмейтініне, Қытайдың жеріне өткендігіне әбден көзі жетіп, әбдікеріп қуанып жүріңдер, келдік, енді аман қалдық десе, екі келін отырып алып жылапты. Содан енді мен неге жылайсыңдар, 40-ны шыдап 41-ні шыдамайсыңдар ма, кішкентай қалды ғой дегенде, біз енді шаршағаннан жылап жатқан жоқпыз. Қашып жүріп басымыздағы орамал жоғалтып алдық қой. Мына үйді танып тұрмыз, үлкен атамның ауылы ғой. Жалаңбас қалай барамыз деп жылаған екен. Сонда Әбдікерім етігін шешіп, екі шұлғауын екеуінің басына байлап, ауылға сөйтіп алып келген екен. Сонда сондай қиындық көрсе де басындағы жаулығын тастап, жалаңбас келуге ұялатын аналарымыз қазір сондай өзіміз айтып отқан аналарға айналды. Бұның барлығын айтсақ, тағы да сынға қалып жатамыз. Бірақ енді айту біздің міндетіміз. Осындай аналарымыздың қиналса да жалаңбас жүрмегендігін, жесірін қаңғытпай, жетімін жылатпай, қалай қиналып келсе де екі келін жұртқа тастап кетпеген аталарымыздың қасиетін біз енді шамамыздың келгенше жүрген жерде айтып жүру міндетіміз деп сіздерге де айтып отырғанбыз. Елестетпек былай тұрсын, қазір күнде көріп жүрміз, оның біреудің орамалды жұмысымыз жоқ негізі. Таға ма, тақпай ма, өзі біледі әркім. Сосын үлкен қалаларда байқаған тағы мынадай нәрсе бар екен. Ауылдың баласымын кәдімгі. Топырағына аунап, лайына шомылып, сөйтіп өскен баламын мен, негізі деймін да. Ауылда бәрі бір-бірін таниды. Бір-біріміз бәріміз танимыз. Кімнің үйіне қонақ келіп, бәріміз білеміз. Жаңа көршімен араласпайды дедік, араласпай былай тұрсын, бір-бірімізді бәріміз танимыз. Танымайтын адам жоқ. Нурик, Шурик, бір-біріміз бәрін кличкасы бар. Басқаша лақабаты бар ма? Қисық сүйек, қисық, қыңыр, жаңа ауылда бір жігіт болатын, пиғот деп айтып, ауылда ат қойғыш қой бәрі. Пиғот дейміз. Ана балдар бір-бірімен бір төбелесіп қалатын уақыт болды, соң период деп не болғанда пиғот деген екен, сонымен аты пиғот болып кеткен. Енді жалпы мысал айтып отырмын ғой. Үлкен қалаларда біздің ауылда да Серік деген кісі болған, аяғы қисықтау ғой кішкене. Енді үнемі бір шалбармен жүре берген, шалбарды қисайған ғой. Бір күні шешіп керегенің басына іліп қойып, менің аяғым емес шалбарым қисық екен ғой деп айтқанда, соны ел шалбар қисық деп кеткен. Қайсы Серік десе шалбар қисық деп. Сондай ғой. Иә. Мына соқыр Серік деп айтамыз мысалға. Ешкім оған ренжімейді. Бәрі біледі соқыр Серіктің деп. Солай. Менің айтайын деген үлкен қалаларда бір-бірінде жұмысы жоқ. Танымау былай тұрсын. Метроға түсем, бір жап-жас, бір-біріне жабысып тұр, бір тығылатын жер таппадыңдар ма десем, не жұмысым бар дейді. Сен кімсің, сен бізге бүйтіп айтатын деп. Деп үндемен, тағы бір рет көрдім. Содан көре беретін болды бұны. Бір алгоритм сияқты, бір көргеннен кейін көріне беретін сияқты. Адамның бір-бірінде жұмысы жоқ. Бұл біріншіден менің пространствомда ол. Ешкім бұған кірмеу керек, араласпау керек. Жақсы сияқты, бір жаман жағы бар да. Көз үйреніп бара жатыр. Қыз бен қыз жүре ма, еркек пен еркек бүйтіп кетіп бара жатыр ма, қыз бен қыз сүйісіп тұр ма, жігіт пен жігіт жаңағы қай бір жыл білесіз ғой, біздің жаңағы атақты ақынымызбен орыстың бір несін. Пушкин мен Абай. Енді соны айтпай ақ қойын деген сүйістіріп қойған еді ғой. Ел біледі ғой, бірақ сонда да сол дамып кете ма деймін мен. Сен бір-бірінде жұмысы жоқ. Әй дейтін әже, қой дейтін қожа. Әже дегенде әже екен ғой, қажы екен. Бұл қалай десем, біреуді тіміскілеу емес, тәптіштеу емес, не істеп жатсың, не бүлдіріп жатсың деу емес, бірақ білу керек сияқты да. Араласу керек, бір-бірімен қалайсың деп амандасу керек. Сол болмағаннан кейін осындай жағдайға тап болатын сияқтымыз. Қазаннан қақпақ кетеді, иттен ұят кетеді. Сол ғой. Сондай болады енді.
содан кейін біздің ой какая ты красивая дейді, жаңа мемлекетпіз дейміз. Біреудің дініне тиісе алмаймыз, біреудің сеніміне, нәсіліне тиісе алмаймыз, біреудің ұстанымына тиісе алмаймыз. Иә, Қылмыстық кодекстің 174-ші бабынан хабарым бар негізі. Иә, біреудің дініне, нәсіліне, қандай дүниесі болмасын қол сұғу емес. Бірақ енді кім айтады? Біреу айту керек. Біз айтпағанда кім айтады? Біреу айту керек. Бұл хабар арқылы, осы эфир арқылы біреудің намысына тию ондай мақсат жоқ. Бірақ айту керек қой, жеткізу керек қой. Өткен аптада біз Түркістан облысы Созақ ауданына бардық. Бәйдібек ауданына бардық. Сол жерде Ысқақ бапты түсірдік, Аппақ Ишанды түсірдік. Жергілікті жаңағы 40 жыл ұстаз болған атамыздың сұхбат алдық. Мен бұны айтайын дегенім, дін қайда болмаған дегенге дайын жауап деймін да бұл. Екіншіден, қазақта домалақ ана бар, Айша бибі бар, Айғаным әжелер бар, Абайдың, Құнанбайдың әжелері бар. Бәрімізді әжелер тәрбиеледі, Шоқанның да. Әженің баласы екеніміз өтірік емес қой. Сол әжелер қазірде бар ғой. Сол әжелер бар да, ЛГБТ деген дүниелерге жол болмайды деп айтамын да мен. Оларға орын да жоқ, жол да жоқ, еш нәрсе де жоқ та оларға. Демек, насихаттауымыз керек. Насихат керек. Әлде болса осындай қазақи әңгімелермен ұлттық кодымызды қайтадан оятып алуымыз керек қой. Жоқ деп айта алмаймын, бар, әр қазақтың қанында ағып жатыр бұл. Бірақ өкінішке орай сол ақыл айтатын әжеміз, қартымыз қалаулым көріп отыр, қосылайық көріп отыр. Әке мен ана таңертеңнен кешке дейін жұмыстан қол босамайды, ұрпақты телефон тәрбиелеп жатыр. Бірақ енді бұның барлығы бір өткенше кезеңде өзімді жұбатам. Өйткені жаңадан осы келген технологияға таңсық болғаннан кейін қызығып байланып бір күні жалығатын шығармыз бұдан да. Содан ата мен әженің қайтадан ақылына зәру болып, зәруміз, негізі біз зәруміз. Дұрыс салатын шығар. Енді өз басым, мен қазақтың болашағынан, қазақтың иманды ұрпағынан, қазақтың болашақта жарқын мемлекетте өмір сүретініне мен өз басым кәміл сенем, үміттенем, үмітімді үзбеймін. Сондықтан елден безіп кейде шетелге барып, сол жақта тұрып, сол жақта кәсіп қылғысы келетін жастарды қатты қолдай қоймаймын. Өйткені ол кетсе, мен кетсем, мынау кетсе, бұл елді кім көтереді? Бұл елге кім жаны ашиды? Бұл ұрпақты кім дұрыстайды? Бізге керек. Сондықтан барлығы өткенше дұрысталады деген үмітпен өмір сүріп жүрміз. Нұреке, Алла разы болсын. Сіздерге рахмет. Шақырғандарыңызға. Сонау Қарағандыдан келдіңіз. Құрметті көрермен, бүгін бізде қонақта болған Қарағанды облысы Теміртау қаласында орналасқан конфессияаралық мәселелерді зерттеу және талдау орталығының директоры Нұрхан Әлиұлы. Нұреке, рахмет. Алла разы болсын. Бала-шағаңыздың қызығын көріңіз. Елге өнеге болыңыз, ақсақал болыңыз, батагөй болыңыз. Аузыңыз дуалы болсын. Әумин. Өзі бір мынандай сөз бар, тағы да қоштассақ та айтамыз ғой. Дұрыс қарт болу үшін дұрыс жас болу керек деген сөз бар. Сондықтан да ертең бұйырса, жаратқан ғұмыр беріп жатса, дұрыс қарт болуға әрекет қылу үшін дұрыс жас болайық деп әйтеуір білгенімізді ініге бауырға өйстіп айта берейік деп жүргеніміз. Әйтпесе ерігіп жүрген ешкім жоқ. Амандықта жолығайық.